Сәлеметсіздер ме, құрметті көпшілік? Егер салт дәстүрлер жайлы жалғастыратын болсақ, жолдастық қарыз деген тақырыпқа тоқтағым келіп отыр. Жалпы ұғымы таныс болғанмен, оны жеткілікті қылып, жетесіне жеткізіліп айтылмайды екен. Сол жайлы сіздермен бөліскім келіп отыр. Жолдастық қарыз дегеніміз не? Достыққа достық қарыз іс, дұшпаныңа да әділ бол деп Абай атамыз айтқан екен. Қазақтың қалыпты қағидаларында, жол жоралғыларында адамгершілік қарыздың жөні мүлде бөлек және ардақты ғұрып. Қарыз жолының да бірнеше түрлері бар. Солардың ішінде ерекше аталатындары ата-ана парызы, ел жұрт алдындағы азаматтық парыз және жолдастық парыз. Парыз және қарыз деп аталады екен. Жолдас деп ауыр әрі ұзақ жолда бірге болып, қиын жағдайларда жаны аяспай, бірін-біріне жәрдем жасап, жарты құртты жарып жеп, бүтін құртты бөліп жеген сапарлас, дәмдес болған адамдарды айтқан екен. Ұлттық ұғымымызда осындай кісілердің қай жерде де болмасын бір-біріне деген жолдастық қарызы болады. Оны әркім мүлтіксіз өтеуі керек. Бұл Құдай алдында да, адам алдында да бұлжымас парыз. Мұны бұрынғылар берік ұстанған, күні бүгінге дейін жолы бірге болғандардың жолдас болдық қой, үйге жүр деп дәмге шақыруы осы жолдың куәсі десе де болғандай. Мысалы, Қостанай облысының Амангелді ауданынан Жампейіс Аяпұлы мен Шіменбай Әлшөреұлы 1937 жылы халық жауы болып ұсталынады да Сібірге бірге айдалып кетеді. Бірнеше жылдай бірге болғаннан кейін Шіменбайды Сахалинге аударады. 10 жыл жүріп жазасын өтеп шыққан Жампейіс еліне қайтпай, тар жерде бірге болдым, жолдастық қарызым бар деп айлап жүріп, ауыр азаппен қаһарлы қыстың суығында Сахалиндегі Шіменбайды іздеп табады. Дәл сол күні жылына 2 рет қатынайтын пароход түтінін бұрқыратып кете барған екен. Жампейіс сонда тағы да 6 ай күтеді. Бірнеше жылдан кейін Шіменбай да еліне аман оралады да, өзінің туған қарындасы Ақшолпанды Жампейіске қосады. Жолдастыққа адал, ерлік, мәрттік жолдан таймайтын азаматтарды өмірден жиі кездестіруге болады. 1930 жылдар ішінде айдауда жүрген Ахмет Байтұрсыновқа Әлихан Бөкейханов қаражат жіберіп тұрған екен деген мысалдар келтірілген. Және де бір аңыз оқиға айтып берейін. Баяғыда бір байдың жалғыз баласы жылқы қосынан келе жатып, бір ақсақалмен ұшырасыпты. Екеуі жол жөнекей біраз бейнет көреді. Көлеңкесін саялаған жапандағы жалғыз бәйтерекке жай түсіп, жасын отына шарпылған жігіт әупіріммен аман қалады. Қия жолда аты сүрініп, ерден ұшып кеткен жігіт Тасжарғаның сабағына жармасып, біраз бейнет көріп, жоғары шығады. Жолаушы қария ләм-мим демейді. 3-ші рет бұрқ-сарқ етіп тасыған шолақ өзенге тап болып, аты суға кетеді. Жаяу қалған жігіт бір жол айырыққа жеткенде, үлкен кісіден жөн сұрамағаным ұят болар деп, ақсақал, ныспыңыз кім дейді. Жол бойы тіс жармаған жұмбақ серігі, Әзірейілмін деп жауап қатыпты. Иманы қасым болған байқұс жігіт сасқанынан, мен қашан өлемін десе керек. Сонда Әзірейіл айтыпты: сен үйленген күні қалыңдығының жатқан ақ шымылдыққа саусағыңның ұшы тиген сәтте өлесің деген екен. Жаны шошып, азар-безер болған байдың баласы үйленбей қояды. Әке мен шеше құсаланып қайғыдан қан жұтады. 12 мүшесі сау бозбалашылықтан құр алақан емес жалғыздың күйігі қос мұңлықты Қаракерей соқыр абыздың алдына алып барады. Аягөздің ені тар қысаңқы бір орамын таңдап, екі үй тіктіріп, елсізде Қаракерей соқыр абыз
байдың баласымен екі жағалауда тұрып сөйлеседі. Мән жайға қаныққан соң бір ауыз сөз үйретеді. Үйленбей жүрген жігітке. 30-дан асқан жалғыздың тойына дуан ел жиналады. Жігіт құпиясынан бейхабар, жұрт мәре-сәре, отау үйдің табылдырғынан жүрексіне аттаған жас күйеу шаңыраққа қараса, күлдіреу ішінде Әзірейіл отыр екен дейді. Дат, депті жүрегін тоқтатқан жігіт. Айт, депті Әзірейіл. Жолдасты қарызымды бер, дейді жігіт. Сонда періште, енді 45 жылдан кейін келемін деп ұшып кете барыпты, деген мысалды келтіреді. Міне, бірге жүрген жолдастың да парызы болар екен. Енді сіздермен сол жора жолдас жайлы біраз мақалдармен бөліскім келіп отыр. Жолдасың тірегің деген тақырып бар екен. Адамның ұяты бетінде, адамгершілігі ниетінде деген мақал бар. Жалған жолдас көзіңе мақтар, сырт айналып сойылым баптар дейді. Жақынға жан ашмағанның бір беті қара, жолдасына жаны ашмағанның екі беті қара дегенде мақал бар екен. Жолдасын таппаған ер азады, қордасын таппаған жер азады. Жалғыз жүрсең жолмен жүр, жолдан жолдас қосылар. Жолдан жолдас қосылса, жолың болмас несі бар? Міне, бұрынғылар барлығын біліп айтқан. Жолдасың жақсы болса, жолым ұзын деме, жолдасың жаман болса, қолым ұзын деме. Көзі соқырға жолдас болсаң да, көңілі соқырға жолдас болма. Міне, ойланатындай мақалдар.